Бекболат ол типичный казахский парень. Жүреді, ойнайды, тартады, шегеді, қыздарға барады. Сен бара бер, біреудің кедейге тиіп сен мына есіктің алдында отырғанша, оданша байға тиде, бәйбішесі болды, сен жоғары жақта отыр деп, қыздарды, әйелдер өздері соған итермелеген. Мына жігіт саған ғашық, осыған қатын бол, қазаққа тиіп не қыласың, ол жақта құрмалай болып жүресің. Қазіргі сен мамсик жігіттердің де өмірге келуі, мамсик жігіттердің де солай болып қалыптасуы да өте қорқыныш. Егер кез келген қазақ қызынан оқытса, бәрібір ақбаланы таңдаушы еді, менің ойымша. Қыз балаларға эмоциональный качеля беріп тұратын сондай бір отношение жақсы көреді да олар. Бұрын қағаз қаламды кім ұстаған, ер адам ұстаған. И олар өздеріне удобно қылып махаббет шығара берген. Ана қыздың жасы 12-ге толды ма, бітті, соны аңдиды барып, бүйтіп аңдиды,